Так, мен не істесем болады екен? Ішім пысып кетті ғой жаман. Давайте мен видео түсіріп бастайын. Бірақ қандай видео түсірсем болады екен? Мысалға, комментарияларды оқып көрейінші. Қандай видео түсіріп жазыпты. Жоқ, бұны емес. О, керемет идея. Мен бүгін 24 сағат сары түсте тамақтанатын боламын. Ал ендеше бастайық. Давайте. Мен енді видео түсіріп бастайын ба? Жарайды, бастайын. Ең алдымен мен әдемілеп тұрып боянып алайын. Так. Не, осылай боянып алайық. Және де осылай әдемілеп тухи сеуіп алайық. И мына жақта бізде помада бар. Помаданы және де болды. Салып қоя салайық. И болды все. Так, жабайық. Ал енді өзімнің дайын, барлығы дайын екен. Ой, бір жақ қояйын. Ал бастайын. Сәлемдер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Тока Лайф арнасы. Бүгінгі видео менде ол 24 сағат сары түсте. Ал ендеше біз видеоны көп созбай бастаймыз. Ал сіздермен бірге болыңыздар. Және бұл видео ұнаса лайк басып комментарий жазып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ал ендеше біз кеттік. Достар, менде розовый шаш. Мен қазір барып яғни шашты сары түске бояйтын боламын. Сіздермен бірге болыңыздар. Ал ендеше және де біз киім алу керекпіз. Мен киім де алған жоқпын ондай. Барлық киімдерімді мусорға тастап жібердім. Иә, мен өзім сондай қызбын. Жарайды, енді біз кеттік. Мен осы киіммен бара беретін боламын. Және де текстильдерді осылай ғана алатын боламын. Міне мынау менің телефоным. Және де міне осылай. Ал ендеше біз кеттік. Одан өзіме сумкаға салу керекпін. Осылай салып алайын. Достар, біз ең бірінші парикмахерскийға барамыз. Яғни шаштарыңызға баратын боламыз. Ашайын. И болды. Достар, немен келдім? Сәлеметсіз бе? Сіз қайда келдіңіз? Мен шаш боятуға келдім. Жақсы, сіз уже бара беріңіз. Себебі уже очередь жоқ бізде. Жақсы, кеттім. Так, ақшасын потом төлеймін. Және де міне осы жаққа бару керекпін. Сәлеметсіз бе? Сізге қандай шаш керек? Және де сіздің заттарыңыздың бәрін мына жаққа тастап кетіңіз. Жарайды. Мен камерамды мұнда қойып қояйыншы. Жарайды. Достар, міне мен қарап отырыңыздар. Енді сіз үстіңізге мына киімді киіп алыңыз. То есть мына киімді. Жақсы. Қандай түс керек сізге? Достар, қандай түс таңдаймыз? Кішкене мынандай сары... Ойбай! Мынандай сары түс таңдамай қояйық. Қараңыздар. Мынандай сары түспен вообще вроде болмай қалады деп ойлаймын. Сондықтан да кішкене сарылау цвет. Ашық емес. Кішкене қоңырлау цвет таңдайық. Жақсы, сізде онда мынандай выборлар бар. Қараңыз. Мынадай. Немесе мынадай. Немесе мынадай. Ал қайсын таңдайсыз? Мен мынаны таңдаймын. То есть жоқ, мынаны таңдай берейінші. Достар, болды. Жақсы, қазір келіңіз, мұнда отырыңыз. Сіздің шашыңызды бір кептіртіп жіберейік. Қазір. Міне. Және сіз дайынсыз, болды. Жақсы, сізге көп-көп рахмет. Достар, міне мен болды. Қазір киімімді киіп алайын да кетейін. Достар, міне мен мына магазинге де келіп қалдым. Және бұл магазинде сары түсті киімдер бар деп ойлаймын. Міне мына покупкаларды мына жақ қоя тұрайын. Және де... Ой, покупка деппін ғой өзімнің пакетімді. Так, мына жақта бір сары киімдер көріп тұрған сияқтымын. Вау, мына қандай әдемі киім. Осыны көрейінші. Мынаны алайын десем, мынау вообще не толып қалады. Және мынау. Вот мынау сары болады. Және мынау болады. Мынау болмайды. Ол міне мынау тұр екен, осы болады. Мына жаққа қойып қоямын. Және сіздер қараңыздар. Қазір мына киімдерді осылай қоя салайын. Ең бірінші киімім мынау. Бірақ мынау болмайтын сияқты. Маған жараспай тұр. Мынау әдемі болып тұр. Өте керемет. Мынау ше. Мынау менің
шашыммен үйлеспей қалатын сияқты, жаңағы күшті үйлесіп тұр. Вот, мынау мен аламын. Мынаны. Бұлар өте керемет болды, прям күшті. Және мен мынаны киіп ала салатын боламын. Қалғандар маған керек емес, мынау өзімнің киемім. Қалғандары керек емес маған. Міне достар, алдым, және мен ақшасын төлеп шығатын боламын. Достар, мен тағы да бір магазинге келдім. Бұл магазинде қараңыздар, неше түрлі заттар бар. Және мына жақта қараңыздар, мынандай камера бар, прям күшті. Маған осындай негізі керек. Және мынандай сары планшеттер, сары телефондар бар екен. Сары сковородка, және сары ұқсайтын тоже осындай крышкасы бар. Яғни шайнек. Тағы да басқа уже жануарлар, жәндіктер. Мәссаған, маған қатынайды мынау иттер, мысықтар. Керемет, бірақ ана жыландар ұнайды. И осы жақта біраз алып кету керек пе деді. Ал не біз фрукты жаққа, тамақтар жаққа келдік. Мен біраз салатын боламын қазір. Мынаған саламын. Мен қазір қараңыздар, аламын, мынандай сары сок аламын, және де мынандай, осындай ас аламын. Іші, сары бұның, және де мынандай іші сары, сондықтан іші сары аламын, және де сары сыр алатын боламын. Тағы да мен аламын ананас, және болды. Осы вроде магазинде, жоқ, мынандай не ала салайын. Макарон, және де макаронмен бірге жейтін. Может, маған мынандай алу керек, бірақ мен алмайтын боламын. Мен алдым, мен енді қазір ақшасын төлеп шығатын боламын. Достар, қатты шошып кетті. Мен негізі бар ғой, түрінен ақ білініп тұрған шығар. Мына пакеттерді көтеріп келем дегенше, мәссаған таксимен ақ бара салу керек еді. Жарайды, мына жаққа апарып қоя салайын. Және мынаны тоже мына жаққа апарып қоям қазір. Өзімнің жеріме. Жарайды, қазір апарып қойып қоямын, іліп қоямын. Так, солай. Мен екі-ақ киіп алған ба? Мен қазір достар үйге көйлек кетіп боламын. Осыдай, ал қалғанына екеуі тұра берсін. Болды. Және де мына жаққа мен, және де достар, мен қазір кішкене ұйықтап алатын боламын. Ұйықтап алғаннан кейін мен өзімнің, жоқ, қазір мен таңғы асымды ішіп алайын. Мен әлі таңғы асым ішкен жоқпын, представляете? Вот. Мен тамаққа. Мен енді бірінші, менде шай жоқ, достар. Сары шай мен таппадым, сондықтан да мен осындай сок ішем, және де таңғы асқа макарон жеймін ба, либо фрукты жеймін ба, не жесем болады екен. Қазір мен көремін ойланып. Мен міне макаронмен, көріп тұрғандарыңыздай макаронмен чипсыды қостым. Білмеймін қалай қосқанымды. Енді мен қазір уже таңғы асымды ішіп алатын боламын. Ендеше мен қазір жеймін. Так, жейік. Кішкене асмыр болады. Так, енді сок ішем. Енді сок ішіп аламын. Достар, мен кішкене тамағым ұстап тұр, жарайды. Сонда да мен сіздерге видео түсіріп жатырмын. Мен еңбегімді бағалап кеттіңіздер сол үшін. Енді достар, мен қатты шошып тұрмын. Мен камераны кішкене зарядталсын, және де мен қазір ұйықтап алатын боламын. Жарайды, түсте ұйықтау керек дегендей кеттім. Сағат 3:30 болды. Шөлдеп кеттім ғой. Жарайды, су ішіп келейін. Мәссаған, ұйқым ашылып кетті. Сағат неше болыпты? 3:30 болыпты. Так, обед ішу керек. Себебі қарным ашып кетті. Онда влогымды түсіріп бастайын. Достар, сағат 3:30 болыпты. Мен нормально ұйықтадым, негізі 2,5 сағат. Ұйқым өте қатып тұр. Енді мен қазір тағы да тамақ ішетін боламын. Мен түскі асқа. Мына жақта бізде сары кекстер бар екен. Сондықтан да осындай сары кекспен мен чипсы жейтін боламын.
Және де бізде мына жақта сары балмұздақ жоқ па? Той, сары балмұздақ бұзып қалыпты, жарайды. Сары балмұздақ болғанда өте керемет болушы еді, иә, достар. Бірақ мен сары балмұздақ негізі ана магазинде таппадым. Үйде бар шығар деп ойладым. Жарайды, чипсы жейін. И мынадай бір тәтті нәрсе. Үстінде смородина сондай бар, бірақ оның іші және сырты ол сары. Достар, болды, және де мен сіздермен бірге қазір ішім пысып кетті. Қазір кішкене отырып телефон қарайтын боламын. Және де мен өзім телефон қарап отырамын, және де может быть боянып бір жаққа барармын, көреміз. Сөйтіп ол телефон қарап жатырған кезде Маржан, қалайсың? Жақсы? Дарын, сен қайда жүрсің? Ой, мен сен үйіне келгенмін ғой, просто ішім пысып кетті. Жарайды, кел отыр. Рахмет, етікті отырмын ғой. Неге сары киім киіп алып, сары шашпен жүрсің, орысыңыздар ұқсап? Ой, мен білесің ба, бүгін бір челлендж тұрып жатырмын, короче, сары шашты, короче, сары түсте 24 сағат. Мәссаған, қызық екен. Ондай көрмеппін мен. Сен ютубта көрмейсің ғой? Мен сен тек қана видеоларында көремін ғой, болды ғой? Ой, жарайды. Жүр, онда кеттік, шай ішіп алайық. Жарайды, жүр. Бірақ сен шай ішпейсің ғой? Я, білем ғой, мен шай ішпеймін. Бірақ мен өзім соғым бар ғой. Мына соғым бүтіп қалыпты. Мына соқты алайын. Қамыңды ойлап қойғансың ба? Жарайды. Так, мына жаққа бүйтіп қояйын видеомда. Достар, менің досым келді үйге, Дарын. Білетін шығарсыздар. Сәлем, достар. Мен, короче, Маржан тек қана сары түсті, ал мен любой тамақ жей беретін болам. Бірақ маған өте қиын, бірақ саған күшті. Сен сок ішесің ба? Жарайды, сок іше салайыншы, мен шай ішкім келіп тұрған жоқ. Жарайды, онда екеумізге де сок құя салайын. Так, үйіңде не бар, жейтін? Бәрі бар. Жарайды, қарайын. Так, шоколад, және де мен тағы да бір осындай. Жарайды, бұны алмай қояйын. Ал, достар, мен сіздермен бірге осыны, және де тағы да басқа бар ма екен? Және де осындай бір чипсы жейін. Ол сары ма? Ой, сары емес екен. Блин, мынау сары шығар енді. Не, осы сары екен. Мынаны сіз ішесіз. Жарайды. Ал, достар, бізге ас болсын, сіздер тамақ ішіп отырсаңыздар, ас болсын. Сөйтіп олар әңгіме айтып отырып, кеш батқанын да байқамай қалыпты. Уже кеш батып кетіпті ғой. Жарайды, онда мен үйіме қайтайын. Жарайды, онда сау бол, ертең келсей. Жарайды. Мәссаған, достар, біз әңгіме айтып отырып дегені нау. Кеш батқанында байқамай қалыппыз. Және де қазір мен сіздермен бүгінгі видеоны аяқтайтын боламын. Қазір мынаны дұрыстап қойып алайын. Және де мынаның бәрін жағып алайын. Ал, достар, осымен менің видеом аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне мен бүгін сары шашты болдым. Және де сары киіммен жүрдім. Және де сары тамақтарды жедім. Және де менде бүгін өте көп ақша кетті. Көп ақша кеткен жоқ. Жақсы болды, маған өзіме күшті челлендж ұнады. Сондықтан да менің еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.